нысандары ашылды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ат басын тіреген алғашқы нысан Нұрғасыр мешіті мен Свято-Никольский храмын байланыстырып тұрған бірлік және келісім сулы жасыл гүлзары болды. Бірнеше жылдан бері қараусыз қалған сазды арнасының жағалауы қайта қалпына келтіріліп, қалалықтар демалатын әдемі, көрікті орынға айналды. Одан соң Нұрсұлтан Назарбаев ферроқорытпа зауытына барды. ENRC Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы инвестициялық жобасы аясында жүзеге асатын 4-ші балқыту цехының орнына капсула салды. Красивым становится город Актюбинск. Я буду работать над тем, есть такая мечта, чтобы население города, которое приближается к 500 000, сделать миллионным. И тогда здесь и наука, и культура, и развитие будет совсем по-другому идти. А для этого вот такие предприятия очень нам нужны. Всего вам доброго. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің 42 шақырымы біздің қаламыздың үстінен өтеді. Бұл тас жолдың Қазақстанға қарасты аумағы 2800 шақырымды құраса, оның 621-і Ақтөбе облысына тиесілі. Онлайн режимі арқылы Нұрсұлтан Назарбаев Жамбыл облысының аумағындағы жол құрылысының бастамасына ақ жол тіледі. Жол құрылысы 2013 жылға дейін белгіленген. Бұл ғасыр жобасы арқасында Қытайдан Еуропаға жүк тасымалдау уақыты біршама қысқарады. Қазіргі күні теңіз арқылы жүкті жеткізуге 2 ай кететін болса, халықаралық деңгейдегі жол пайдалануға берілгеннен кейін жүкті Еуропаға 12-14 күнде жеткізуге болады. Елбасы 17 ұлттық мәдени орталықтар орналасқан Достық үйінің ашылуына қатысты. Нұрсұлтан Әбішұлы барлық адамдар бір есіктен кіріп, Құдайға құлшылық етіп, бір есіктен шығатын үлкен сарай салу арманы екендігін жеткізді. Жаңа ғимарат сол оймен үндестік тапқандай. Достық үйіне президент жаңа автобус кілтін табыстады. Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда шаһардың 140 жылдық мерейтойына арналған салтанатта 12 000 ақтөбелік ел президентін шын жүректен Қазақстан, Нұрсұлтан, рахмет деген жүрек жарды ұрандармен қарсы алды. Мемлекет басшысы болашақ олимпийский спорт кешені құрамына кіретін алғашқы нысан теннис орталығымен танысты. Болашақ кешенінің құрамында 10 нысан бар. 50 метрлік жолақтары бар бассейн, сыйымдылығы 25 000 көрерменге арналған стадион, дарынды балаларға арналған спорт мектеп-интернаты болады. Я хочу стать первой ракеткой мира. Видите, уже маленькая, уже в поте. Вот так будете, все вы так потели. Знаешь, Казахстан как процветал. Қыркүйек айында Мега Ақтөбе сауда ойын-сауық кешенінің ашылуы болады. Бұл да ақтөбеліктерге қаламыздың 140 жылдығына үлкен сый болмақ. Қала мерейтойына арнап жоспарланған барлық іс-шараларды ақтөбеліктер ойдағыдай орындады. Шаһарымыз Ақтөбе біздің мақтанышымыз. Aslanımıza gül alıp gitede
кетеді. Асқарымызға ел балап кетеді. Шаттығы шалқыған Ақтөбем алтын ән. Тұнғандай, әлдилеп тұрғандай, қиялдағы жақұттай Ақтөбем, қияндағы бақыттай Ақтөбем, сәулелі айғандай, құшағын жайғандай, менің қалам бақыттың мекені. Аспанымызға